Қайырлы күн, достар. Бүгін жақсы адамдар мәнінің қайырмасын үйрететін болам. Алдында біз мына жерде тоқтаған болатынбыз. Енді қайырмасы. Бірінші үстінен 5-ші перне, астынан да 5-ші перне. 4 қағыз қағам. 4 қағыз міне төменнен бастап. Сосын ашық. Төмен жоғары. Соны тағы қайталаймын. Сонда 2 рет. Одан кейін 4 қағыз қағам. 5 пен 5-ке 4 қағыз. 5-ші қағызға астан 8-ші пернен басам. Сосын 7, 8, 7. Сосын 5 пен 5 жоғарыға. 5 пен 3 төмен. Сонда бұлай болды. Қосылған кезде бұлай. Одан кейін жалғасы 3 пен 3, үстінен 3-ші перне, астынан да 3-ші перне. Жаңағыдай 4 қағыз. Сосын ашық. Тағы қайталау. 2 рет сонда. Одан кейін жаңағы жерде қайтадан түсіндірейін дұрыстап. 3 пен 3, 4 қағыз. Сосын ашыққа 2 қағыз. Қайталау. Одан кейін 2-ші перне төмен. 3 пен 3 жоғары. 5 пен 5 төмен. 5 пен 7 жоғары. 5 пен 8 төмен. Сосын 5 пен 5. 5 пен 3 жоғары. Сосын 2-ші перне төмен. Мына жерде 5 пен 3-ке жоғары төмен. Сосын 2-ші перне жоғары төмен. Сонда бұлай болды. Сосын жаңағын қайталау басындағы. Дейді да қайтадан жаңағы жерді қайталайды. Сосын соңында бұлай аяқтайды. 2-ші перне төмен. Сосын 1 қағыз төменге 2-ші перне. Сосын ашыққа 4 қағыз. Сонда 5 қағыз. Осылай. Ал енді барлығын бір ойнап көрсетейін қайырмасын.